Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Тарих сабағына қош келдіңіздер, кіре қойыңыздар. Алдымен топқа бөлініп алайық. Мына жердегі көңіл күйге байланысты смайликтер арқылы топқа бөлінеміз. Ал бастаңыз. Тамаша. Келесі оқуша беріп, топтарға бөлінейік. Құрметті білім алушылар, өткен тақырыпқа бірқатар тоқталып өтейік. Ол үшін бірқатар сұрақтарға жауап беретін боламыз. Алдымен сұрақтарға жауап беретін оқушыларды карусель әдісімен анықтаймыз. Олай болатын болса, бастадық. Гүлайым, сізге сұрақ: киіз үйдің кеңістігі неше бөліктен тұрады? Киіз үйдің кеңістігі 5 бөлікке бөлінеді. Ең алдымен ошақ. Ошақ ол киіз үйдің орталығы болып табылады. Келесі ол босаға. Босаға ол кіреберіс. Кіреберістен оң жаққа арналған бөлік ол әйел адамдардың бөлігі. Онда кереует, үй жабдықтары орналасады. Ал кіреберістен сол жаққа бұрылған бөлік ол ер адамдардың бөлігі. Онда қару-жарақтар, аңшылыққа арналған заттар тұрады. Сонымен қатар кіреберіске қарама-қарсы орны ол төрде сыйлы қонақтар отырады. Тамаша, отыра қойыңыз. Енді келесі оқушыны анықтап алайық. Келесі оқушы: асыл зат. Ою-өрнектер неше бөлікке бөлінеді? Жалпы ою-өрнектер 4 түрге бөлінеді. Біріншісі ол өсімдік тектес, яғни гүл, ағаш сияқты өсімдіктердің құрақтарда белгіленуі. Екіншісі ол жануар тектес, мысалы қошқар мүйіз, құс қанат, түйе табан. Үшіншісі ол геометриялық пішіндер, яғни құрақтардың геометриялық пішінмен бейнеленуі. Ал төртіншісі соңғысы ол зооморфтық, яғни тотемдік шығу тегі бар және тұмарлық қасиетке ие ою-өрнектер. Құрметті білім алушылар, бірқатар өткен тақырыпқа сұрақтарға жауап бердік. Енді мәдениет дегеніміз адамзат жасайтын, адамдардың қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған рухани және материалдық құндылықтардың жиынтығы болып саналады. Енді тақтаға назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Қазақтың салт дәстүрлерін көріп тұрсыздар. Бата беру рәсімін көріп тұрсыздар. Тұсаукесер рәсімін, бет ашар рәсімін көріп тұрсыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың яғни тақырыбы не болмақ, қалай болмақ? Бүгінгі тақырыбымыз қазақтардың дәстүрлі дүниетануы болмақ. Бүгінгі оқу мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын анықтау үшін әдет ғұрып, рәсім, салт дәстүр, діл ұғымдарын пайдалану болып саналады. Енді сәуір айының негізгі құндылықтары бұл еңбекқорлық, кәсіби біліктілік және экологиялық мәдениет. Енді оқушылар, қазақ халқының әдет ғұрпы, рәсімдері, салт дәстүрлері, ділі бұл бүгінгі біздің сабағымыздың бағалау критерийінде осы ұғымдар қолданылады. Енді оқушылар, рәсім ұғымына тоқталып өтейік. Рәсім дегеніміз символдық мән мағынадағы оқиғаларды немесе күндерді мерекелеуге арналған әрекеттер. Яғни рәсімдерге нелер жатады екен? Бесікке салу, жерлеу, тұсау кесу, қырқынан шығару, құйрық бауыр. Яғни күнделікті орындалатын осындай рәсімдер біздің салт дәстүрлерімізді құрайды. Жақсы. Құрметті білім алушылар, қазір біз қарлы кесек ойын арқылы мәтіндерді талдайтын боламыз. Әр топқа мәтіндер берілген. Жаңағы А тобына, Б тобына, В тобына және Г тобына. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 4 топтың бағалау критерийі бар, яғни дескрипторлар қойылған. Бірінші топ оқушылары тәңірге табынушылық және Қазақстандағы ислам ерекшеліктеріне 5 дәлел келтіресіздер. Келесі екінші топ бақсылық, ата-баба рухына табыну, қасиетті жерлерді құрметтеу бойынша сіздерде 5 дәлел келтіресіздер. Үшінші топ оқушылары ана мен бала денсаулығына, үйленуге және жерлеу еске алу салттары бойынша сіздерде 5 дәлел келтіресіздер. Төртінші топ оқушылары өмірлік кезең дәстүрлерінен бөлек басқа салттар, яғни соның ішінде қонақжайлық және өндірістік салттарға байланысты 5 дәлел келтіресіздер. Қарлы кесек ойынын сіздер білесіздер. Яғни алдарыңызда тұрған бейжіктеріңізді тағып алыңыздар. Барлығымыз. Сіздерге маршрут парақтары беріледі әр топқа. Құрметті білім алушылар, әр топқа
мәтіндер берілді. Осы мәтіндерді талдай отырып, қазір инфографикалар жасаймыз. Бұл бойынша сіздерге жасауға 7 минут уақыт беріледі. Берілген ноутбукты пайдалана отырып, жаңағы қазақтың дәстүрлі дүниетану бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер. Бағалау критерийі жаңа тақтада көрсетілді, әр топта. Сол бойынша қатаң сақтай отырып, әр топ 5 дәлелден келтіреміз. Тапсырма түсінікті ма сіздерге? Жақсы, онда бастайық. Таймер кетті, басаңыз. Құрметті білім алушылар, уақыт таймері аяқталды. Қай топ болды екен? Тамаша. Міне Г топ болған екен. Тағы қай топ аяқтады? Тамаша. Құрметті білім алушылар, қазір қарлы кесік ойыны бойынша сіздерге маршруттар бойынша 1 минут уақыт беріледі, таймер. 1 минуттың ішінде топ бойынша ауыса отырып, өз инфографикаларыңызды қорғайсыздар. Келістік қой, жақсы. Олай болатын болса, маршрут парағындағы алғашқы әріпті анықтай отырып, орындарымызды алмастырамыз. Ағалар қол көтереміз. Жақсы, старт бассаңыздар. Мен таныстыратын инфографика ол қазақ халқы ұстанатын жалпы діндер болып келеді. Дін ол адамзаттың рухани өмірінің бір бөлігі болып келеді. Қазақ халқы өзінің тарихы бойында әртүрлі діндерді ұстанып, оларды құрметтеп, өзінің салт дәстүрін өзара әрекеттестірген болатын. Жалпы қазақ халқы ұстанатын 3 негізгі дін бар. Біріншісі ол ислам. Ол 7 ғасырдан бастап енген болатын. Қазақстанда ең кең тараған дін болып келеді. Ислам адамды имандылыққа, мейірімділікке, тазалыққа, адалдыққа үйретеді. Және де оның негізгі құндылықтары ол Аллаға сену, Құранды қасиетті кітап деп тану, 5 парызды орындау және адалдық, мейірімділік сияқты қасиеттерді ұстану. Келесі ол христиан діні, ол 1 ғасырдан бастап, яғни христиан діні ол махаббат, кешірім және жақындарды құрметтеу жайлы. Негізгі құндылықтары ол Құдайға сену, Інжілді. Стоп. Бұлар қол көтереміз. Жақсы, старт басталды. Қасиетті жерлер халқымыздың рухани қазынасы, тарихы мен мәдениетінің ажырамас бөлігі және ұлттың мақтанышы десе де болады. Қасиетті орындар 4-ке бөлінеді. Біріншісі бұл табиғи ландшафтты нысандар. Бұған Әулие Ақмешіт тауы, Хан Тәңірі шыңы, Бекет ата басы, Шарын шатқалы жатады. Ерекшелігі табиғи сұлулық, киелі энергия және халық сенімі. Екіншісі бұл археологиялық және сәулет ескерткіштері. Бұған ежелден келе жатқан мәдениеттердің бірі Ботай қонысы, Беғазы кешені, Есік қорғаны жатады. Ерекшелігі тарихи мұра. Діни қасиетті орындар, бұл 3-ші қасиетті орындардың негізі. Бұған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан баб кесенесі, Айша бибі кесенесі жатады. Ерекшелігі рухани орындар және бұл жерге көп адамдар келіп табынады. Стоп. Бағалау парағын аламыз. Барымызда бар ғой, бағалау парағы. Сол бағалау парағындағы ең жақсы сөйлеген ойыншының номерін жазамыз. Құрметті білім алушылар, осымен бірінші тур аяқталды. Енді екінші турымызды бастаймыз. Орындарымызды алмастырамыз. Маршрут парағы бойынша жүріп өтеміз. Құрметті білім алушылар, екінші турды бастаймыз. Алар қол көтереміз. Алар қол көтереміз. Старт бастаймыз. Менің тақырыбым ол шаманизм. Жалпы шаманизмнің белгілі бір болған уақыты жоқ. Ол көбінесе көне наным сенімдерге жүйесіне болып табылады. Және де ол адам мен табиғат рухтар әлемі арасында баланс деп түсіне аламыз. Шаманизмді ұсынатын шамандардың рөлдері болады. Мысалы айтатын болса, ол бақсы немесе қам, сонымен қатар емдеу және көріпкелдік қасиеттерге ие болып табылады. Олар ән айту, би билеу, ұру аспаптар арқылы басқа әлеммен бізде баланс ашылады деп ойлайды. Мысалы айтатын болсақ, даңғыра, асатаяқ немесе ән айту, би билеу арқылы олар аруақтармен сөйлесеміз, немесе жан мен рухтардың бар болуына сенеміз деп ойлайды. Олардың ұстанатын негізгі қағидаттары бар. Ол көп құдайшылық болып табылады. Яғни олар белгілі бір дінге бағынбайды, белгілі бір құдайға, бірақ қана құдайға табынбайды, олар көп құдайшылық болып келеді. Мысалы айтатын болсақ, оларға Тәңір, Омай деген секілді құдайлар жатқыза аламыз. Олар жан мен рухтардың бар болуына сенеді. Сонымен қатар аруақтарды қастерлеп тыңдайды және де аруақтар үнемі көмек береді. Жақсы, стоп. Уақыт аяқталды. Құрметті білім алушылар, маршрут парақтарыңызды жинақтап, топ басшылары маған бере қойыңыздар. Бағалау парақтарын сіздерден алдым. Енді осы бағалау парақтары бойынша бізге ең жоғарғы максимум балл 6 балл. Қазір сіздерге осы балл қойылатын болады. Және ме? Қарап отырамыз. Құрметті білім алушылар, екінші тапсырмамызды бастаймыз. Екінші тапсырманың атауы ойды жалға ойыны. Бұл жерде белгіленген ырымдар мен тиымдарды жалғастыруымыз қажет, және де оған негіздеме береміз.
Негізгі дескриптор екеу, ойды жалғайды және ырымдар мен тиымдардың негізін анықтайды. Осы екі дескрипторға сәйкес келген оқушы, дұрыс жауап берген оқушы, мына жерде 2 ұпай қосылатын болады. Енді бұл ойынды бастамас бұрын сұраққа жауап беретін оқушыны сканер әдісімен анықтаймыз. Ал бастаймыз. Жақсы. Бірінші оқушы бізде Аружан. Сізге сұрақ. Сәбидің шалқасынан алаңсыз ұйықтауы нені білдіреді? Сәбидің шалқасынан алаңсыз ұйықтауы елге әйгілі азамат болып шығады. Ал егер де сәби бүк түсіп ұйықтаса, уайымшыл, жігерсіз болып шығады деп сенген. Тамаша. Келесі оқушы бізде Аяулым екен. Аяулымға сұрақ қоямыз. Аяулым, сізге сұрақ. Батырдың, ақынның, шебердің, палуанның сарқытын жегізсе, немесе олар сәбидің аузына түкірсе, ол нені білдіреді? Батырдың, ақынның, шебердің, палуанның сарқытын жегізсе, немесе олар бала сәбидің аузына түкіру ырымы, ол яғни сол адамның бойындағы барлық жақсы қасиеттер мен оның өнері сол балаға өрбиді деген ырым болған болатын. Жақсы, тамаша. Құрметті білім алушылар, 3-ші тапсырмамызды бастайық. 3-ші тапсырма бізде алтын сандық деп аталады. Қандай салт дәстүрдің жасырылғандығын алтын сандықтың ішіне білуіміз керек. Бұл жерде 2 дескриптор берілген. Біріншісі салт дәстүрдің атауын анықтауымыз керек. Екіншісі салт дәстүрге сипаттама береміз. Егер де осы 2 талапты дескрипторды орындаған оқушы болатын болса, ол оқушыға 2 ұпай беріледі. Мына жердегі 2 ұпай қосылатын болса, ол оқушымыз бүгінгі толыққанды 10 ұпайды жинақтайтын болады. Құрметті білім алушылар, алтын сандық ойынның сұраққа жауап беретін оқушыны біз карусель әдісімен анықтаймыз. Ал Аяулымның сандықтан не шығады екен, қарайық? Қамшы. Қамшы ол атқа мінгізу. Қазақ халқының ұрпағын кішкентайынан бастап жауапкершілікке, тәуелсіздікке, шыдамдылыққа және елі мен жерін қорғайтын жау жүрек батылдылыққа тәрбиелейтін дәстүр. Тамаша. Құрметті білім алушылар, келесі сұраққа жауап беретін оқушыны анықтайық. Жақсы, Гүлайым, сізге сұрақ. Ал алтын сандықтың ішіне не шығады екен? Қарайық. Алажып, бұл қазақтың ерекше дәстүрлерінің бірі тұсаукесер. Баланың бесіктен кейінгі ең алғашқы қаз қадам басып, жүруімен қатар болатын жоралғы. Тамаша. Яғни алажып деп отқаныз, бұл тұсаукесер рәсіммен байланысты екен, оқушылар? Ал оқушылар, шаршаған болармыз, енді сергіту сәтіне кезек берейік. Құрметті білім алушылар, тақтада көрсетілген сызықтарды қолмен ұстап отырып, жаттығу жасайтын боламыз. Ал бастадық. Құрметті білім алушылар, бөгде жұрт бөркін алып басетін, қазақтың қастерлі қасиетін демекші, ұлттық болмысымызды, ұлттық кодымызды, ұлттық бірегейлігімізді сақтап, оны келер ұрпаққа жеткізу, ол біздің асыл парызымыз. Құрметті білім алушылар, енді сабағымыздың аяғына да келіп жеттік. Қазір кері байланыс арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Ал ортаға шығып, бір-бірден басыңыздар. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сабақтан барлығын түсінсек жасыл асықты басамыз. Ал егер де сұрақ болса сары асықты, ештеңе түсінбесе қызыл асықты басамыз. Тамаша. Неге 20 оқушымызда өз пікірлерін білдірді, кері байланыстарын берді. Мына жерде барлық сабақ жақсы өтті, өз деңгейінде, жоғары деңгейде өтті деген оқушыларымыз, міне 19 оқушы екен, бір оқушыда сұрақ бар екен. Ол оқушымыз қайсы екен? Әсел? Жалпы маған бүгінгі сабақта барлығы өте қатты ұнады, бірақ келесі сабақта менде бір өтініш, бұйымтай бар. Келесі сабақта толықтай бір осы салт дәстүр тақырыбында дебатқа арнасақ. Тамаша, оқушылар қолдайсыздар ма? Қолдаймыз. Олай болатын болса, оқушылар келесі сабағымызда Әселдің ұсынысын қабыл алып, келесі сабағымызда дебат жарысын ұйымдастыратын боламыз. 50 жылда ел жаңа деп жатады. Дәстүрден озы бар, тозығы бар деп жатамыз. Бүгін таңда қай дәстүрлерімізді сақтауымыз керек, қай дәстүрлерімізді тарих қойнауына қалдыруымыз керек, осы тақырыпта үлкен дебат болатын болады. Онда келесі үй тапсырмасы қалай? Дебат, яғни салт дәстүрлерімізге жақсылап дайындалып келетін боламыз. Құрметті білім алушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.